Алланың қазынасы. Мұса пайғамбар бір күні Алладан: «Я Тәңірім, сенің де мал-мүлкің, дүние қазынаң бар ма?» деп сұрады. Алла: «Бар» деп жауап берді. «Көрсем бола ма қазынаңды?» деді Мұса. «Жоқ, көрсетсем көптен көңілің қалады» деді Алла. Мұса өтініп қоймаған соң Алла оған: «Ана таудың бір шатқалына шық» деп бұйырды. Мұса шатқалға барса, кілең арық қой, шұнақ ешкі, кәрі сиыр, қотыр тай, тышқақ лақ, соқыр түйелер қаптап жайылып жүр екен. Одан бөлек күйе жеген киіз, тесілген текемет, сынған сандық үйіліп жатыр. Мұса сасып қалып: «Я Алла, мыналар шынымен сенің мал-мүлкің бе?» деді. «Иә». «Қалайша сенің малың? Ақсақ, тоқсақ, ауру сырқау?» «Енді маған не дейсің, Мұса? Адамдардың Құдай жолына атаған садақасы, шалған құрбаны осы болса» депті. Мұса кәлимулла, Алламен тілдесуі. Бір күні Мұса Аллаға арыз қылды. «Я Алла, маған ең оңай дұға түрін үйретші» деді. Алла: «Жаттап ал, Мұса, ля илаха иллалла» деді. Мұса жаттап алып, дауыстап айтып жүрді. Бір күні тағы да Аллаға: «Я Алла, бұны елдің бәрі айтады. Мен пайғамбармын ғой, өзіме ғана арналған ең қиын дұғаны үйретші» деді. Ұлы Алла: «Онда дайындал, қайталап айтып жаттап ал» деді. «Дайынмын. Ля илаха иллалла». «Я Алла, мынау баяғы оңай кәлима емес пе?» «Әй Мұса, кәлима айту оңай деп кім айтты? Сен кәлиманы мен шапағат еткен соң ғана қиналмай айтып жүрсің. Оңай болса, ана жүрген қара құрым халыққа үйретші, олар үйреніп айтар ма екен?» деді. Мұса үнсіз қалды. Себебі 40 жыл еңбек етсе де, қауымы кәлиманы тез ұмытып, бұзауға табынып кетіп еді. Бір күні Мұса Алла тағалаға: «Я Алла, маған пайғамбарлық берерде қай ісімді көбірек ұнаттың?» деп сұрады. Ұлы Алла: «Мұса, сен Шұғайып пайғамбардың қойын баққаныңда, ішінде бір көтерем қой бар еді. Үнемі үйірден бөлініп қала беретін. Сен сол қойға сабырмен қарап, оны ұрып соқпайтынсың. Сенен басқалары ол көтерем қойды боқтап, боралап қамшының астына алатын. Ұрып, теуіп, жүгіруге мәжбүрлейтін. Сен қой екеш қойға да рақым қылдың. Егер сол қойды тепкеніңде, сені пайғамбарлықтан да, патшалықтан да, құт берекеден де мақұрым қалдырар едім» депті. Содан бастап Мұса өз қауымын малды теппеуге шақырды. «Малды тепсең, ырыс қашады» деген түсінік сол кезде пайда болыпты деседі. Мұса бірде Алладан: «Я Алла, маған өзіңнің әділдік сипатыңды көрсетші» деп сұрады. «Көрсетпеймін». «Неге?» «Себебі менің әділдігім шым-шытыр хикметтен тұрады. Оны түсінуге сенің иманың әлсіздік етеді» деді Алла. Мұса бұл сөзді ауыр алады. Ұлы Алла досының көңілін қимай: «Ендеше анау бұлақтың қасына барып, таста жасырынып отыр, көресің» деді. Мұса солай жасайды. Бір кезде бұлақтан су ішуге бір бай келді. Ол су ішіп ары қарай аттанғанда, бұлақ басында әмияны түсіп қалды. Бай кеткен соң бір жас бала келіп, ол да су ішті. Ақшаны сол бала тауып алып, жөніне кетті. Үшінші болып бұлақ басына бір шал келді. Ол су ішіп дем алып отырғанда, баяғы бай қайтып келеді. Қараса, әмияны жоқ. Ол: «Ақша толы әмиян көрдің бе?» деді. «Жоқ». «Өтірік айтпа» деп бай оны шауып өлтірді. Сол кезде Мұса шыдамай: «Уа Алла, әділ сипатың осы ма? Жазықсыз шал өлді, бала бөтеннің ақшасына кенелді. Бұл не сұмдық?» деді. Сонда Алла: «Әй Мұса, иманың жетпейді деп айттым ғой саған. Менің хикметімді пенделер ұқпайды. Ана бай жас балаға жұмыс жасатып, еңбек ақысын бермей кеткен. Балаға ақысына бердім. Ал шал байдың әкесін өлтірген еді. Бай шалды өлтіріп, әкесінің кегін алды» деді. Мұса Алладан кешірім сұрап, өз ісіне оралыпты. Бірде Мұса Аллаға арыз қылады: «Уа Алла, сенің кеңдігіңді көргім келеді. Сен бізді қалай басқарасың?» деді.
мұса, сенің сабырың жетпейді, деді Алла. Мұса өтініп қоймаған соң, Алла оны жерден 40 құлаш көтеріп, қауымын аспаннан тұтас көрсетеді. Қараса, біреулер ұрлыққа аттанып бара жатыр. Енді бірі зинамен әлек. Біреуді өлтіріп, бірін-бірі тонап жатады. Мына сұмдықты көрген Мұса ашуланып, «Уа Алла, мына оңбағандарды жер бетінен жою керек», деп дауыстап жіберді. Сонда Алла: «Мұса, сабырың жетпейді деп айтпадым ба? Сен бір рет көргенде пенденің ісіне төзе алмайсың, ал мен әлем жаралғалы адамдардың осы ісіне төзіп, ұрпағын жоймай, бәрін бірдей асырап отырмын», депті. Мұса өз ісіне ұялып, Алладан кешірім сұрапты. Бір күні Мұса үйінде отырып, Құдайдың мендей сүйген досы бар ма екен деп ойлады. Оның астамшыл ойын білген Алла: «Әй Мұса, дереу тұр да анау таудың төбесіне шық, менің сүйген досымды табасың», деді. Мұса тауға шықты. Қараса, бір адам сілесі қатып ұйықтап жатыр. Мұса: «Кім бар? Сөйлес», деп дабыстады. Кісі оянбады. Мұса тағы дауыстады. Ол жата берді. Болмағасын қасына барып: «Ау, кімсің, не қылған жансың?» деді. Кісі селт етпеді. Мұса асасымен нұқып түртті. Таяқ қатты батса керек, әлгі адам оянып кетеді. Мұсаны ала көзімен бір атып: «Болса болсын», деп айғайлап жіберді. Мұса селк ете қалды. Әлгі адам атып тұрып, жүгірген күйі құздан секіріп кетті. «Болсын, болсын» деген айғайы біразға дейін тауда жаңғырып тұрды. Мұса таң қалып: «Уа Алла, бұл кім? Ол не үшін секірді? Нені болсын деді?» деп сұрады. «Ұлы Алла, ол менің ерке досым еді. Күнде менімен сырласып, шер тарқасып отыратын. Бүгін оған ерекше мейірімім түсіп, 8 қабат жұмақты көрсеттім. Ол риза болып: «Я Алла, пешті мінсіз жаратыпсың. Бұл жерге күллі адам баласы кірсе де сияды екен», деді. Сосын тозақты көрсеттім. Ол тамұқтың отын көріп зәресі қалмады. «Мынаны жой», деп сұрады. Мен: «Тұра берсін, керегі болады, отқа да тастайтын залымдар табылады», дедім. Ол: «Жоқ, сендей ұлы Құдайға бұл іс лайық емес. Мынадай азапқа адамды қалай саласың? Дереу жоқ қыл», деді. Мен: «Досым, сен білмейсің, мен сені жаратқан Алламын. Сен ақылы шектеулі пендесің. Тозақ тұра берсін, бір керегі болады», дедім. Ол маған ренжіп: «Тозақты жоймасаң, сенімен дос болмаймын», деп өкпелеп кетіп қалды. Бүгін күні бойы тауға өрмелеп, әбден шаршады. Енді ғана көзі ілініп еді, сен келдің де асасымен түртіп ояттың. Ол ашуланып: «Жарайды, тозағың болса болсын. Адамның тыныштығын алатын мынадай мұсаларды сол тамұққа тастарсың», деп секіріп кетті, деді. Мұса өзінің астамшылығын түсініп тәуба қылды. Бір күні Мұса Тор тауына тұрып: «Я Алла, мен ғой сенімен тікелей тілдесіп тұрмын. Саған менен де жақын келетін құлдарың бар ма?» деп сұрады. Алла: «Әй Мұса, өзіңді маған жақын тұрмын деп ойлайсың ба? Дәл қазір екеуміздің арамызда 70 000 қабат перде бөріп тұр. Сен менің құдіретіммен ғана даусымды естіп тұрсың. Маған сенен де жақын келетін құлдарым бар», деп жауап берді. Мұса: «Олар кімдер?» деді. Ұлы Алла: «Ақырдың соңында Мұхаммед атты ең соңғы сүйікті пайғамбарым дүниеге келеді. Оның үмметі ең қиын кезде хақтың жолын ұстанады. Аптап ыстықта 30 күн ораза ұстайды. Ауыз ашарға жиналғанда олардың дастарханында сан түрлі дәмді тағам самсып тұрады. Бірақ олар қаталап, қарны ашса да күн батпай аузын ашпайды. Менің разылығымды табу үшін мол дастарханға қол созбайды. Сол кезде менің рахметім мен шапағатым оларға барынша жақындай түседі», депті. Мұса таң қалып үйіне қайтты. Мұса калимолла Алладан: «Я Алла, менің пейіште болатын ең жақын көршімді көрсетші», деді. Ұлы Алла көрсетті. Қараса, өзі тұратын қаладағы қасапшы екен. Мұса таң қалады. Ертесіне қасапшыны іздеп базарға барды. Одан: «Ей қасапшы, сенің Құдайға қайғылығың жақты, не амал жасайсың?» деп сұрады. Қасапшы: «Мен білімсіз қараңғы адаммын, кітап оқи алмаймын.
Бірақ үйде қартайған ата-анам бар. Мал сойғанда еттің жылы жұмсағын соларға беремін. Олардан бұрын тамақ ішпеймін, депті. Мұса пайғамбардың елінде қуаңшылық басталды. Тасаттық берсе де жаңбыр жаумады. Ел жұрты Алладан медет тіле деп Мұсаны жұмсады. Ол Тур тауына шығып, «Уа Алла, неге жаңбыр жаумайды?» деді. «Сенің қауымыңда сөз таситын өсекшілер бар. Солар түзелмей жаңбыр жібермеймін. Мен өсекшіні жек көрем», деді Алла. «Уа Алла, олар кімдер? Маған айт, мен оларды жазалайын». «Әй Мұса, саған оларды айтсам, өзім өсекші болмаймын ба? Енді не істеймін?» «Халық арасында оқу, тәрбие, үгіт насихат жұмысын үзбе», деді Алла. Мұса еліне келген соң, өсек сөздің зияны туралы уағыз айтып, халқын тәрбиелей берді. Уақыт өте келе, өсекшілер де тыйылды. Алла уәдесінде тұрып, жаңбыр жіберді. Шайхы Бұрқының хикаялары. Ертеде бір перзентке зар болған шал мен кемпір Мұсаға келіп арыз айтты. «Сен Алланың пайғамбарысың, бізге Алладан бір перзент сұрап алып бер», деді. Мұса көңілдерін қимай, «Жарайды», деді. Мұса Тур тауына шығып Аллаға арызын жеткізді. «Ұлы Алла, лаухы махфузда тағдыр тақтасы. Олар ұрпақсыз өтеді деп жазылған. Алланың үкімі екі болмайды, бұйырған тағдырына риза болсын», деді. Мұса Алланың жауабын жеткізгенде олар одан сайын қайғырды. «Жаны ашыған пайғамбар, менің дұғам қабыл болмады, бірақ үмітсіз болмаңдар. Таудың күнгей бетінде шайдан басқа асы жоқ, Құдайдан басқа досы жоқ. Шайхы Бұрқы деген әулие бар, бәлкім соның дұғасы қабыл болар», деп жұбатты. Шал мен кемпір әулиені іздеп тауға шықса, күркенің ішінде бір тақуа отыр екен. Келген себептерін білген соң, Шайхы Бұрқы, «Соған бола маған келдіңдер ме?» деді де дұға жасап, Алладан бала сұрады. Алла Мұсаға берген жауабын тағы да қайталады. Бұрқы Құдайға өкпелеп, «Бала бермесең сенімен дос болмаймын. Сені ешқашан есіме де алмаймын», деп кетуге жиналды. Сол кезде Алладан, «Досым, бері қара, неше бала керек?» деген жұмсақ әуес келді. «Қос бейбақ, бізге бір бала да жетеді», деп жылап жіберді. Сонда Бұрқы, «Ақыры келдіңдер, енді Алладан молынан сұраңдар», деді де Құдайға, «5 ұл, 5 қыз бересің», деді. Алла, «Бердім», деді. Шал мен кемпір 10 балалы болды. Бұл оқиға Мұсаның көңіліне келді. Ол, «Пайғамбар, мен сұрағанда бермедің, әулиеге неге бердің?» деп Құдайға ренжиді. «Ұлы Алла, әй Мұса, сені патша еттім, пайғамбарлық дарыттым, бай қылдым, батыр қылдым, халқыңды құлдықтан босаттым, кітап түсірдім. Ал Шайхы Бұрқыда мұның бірі жоқ, жалғыз байлығы Құдай. Менен айырылса, оның несі қалады?» деп жұбатыпты. Бірде ұлы Алла Шайхы Бұрқыдан, «Әй досым, екеуміздің қайсымыз күштіміз?» деп сұрады. Досы ойланбастан, «Әрине мен күштімін», деді. «Қалайша сен менен күшті боласың?» деді Алла. Сонда Шайхы Бұрқы, «Уа Алла, сенің әке шешең, ұл қызың, аға інің, туыс бауырың жоқ, жалғыз Құдайсың. Ал мен жүрек көзім ашылған әулиемін. Оған қоса құдіретті Алладай досым бар. Сенің осындай жолдасың бар ма?» дегенде Алла оған разы болыпты. Тағы бірде Шайхы Бұрқы Алладан, «Уа Аллам, осы сенің де өлетін кезің бола ма?» деп сұрапты. «Иә, әрине, мен күнде өлемін», деп жауап берді. Мұндай жауапты күтпеген Бұрқы сасып қалып, «Қалайша сен өлесің? Сен әуелден бар мәңгі жасаушы ұлы құдірет емессің бе?» деді. Сонда Алла, «Егер жер бетінде біреу ақты қадірлемей, аяқ асты етіп қорлайтын болса, мен сол сәтте бір өліп тірілемін», депті. Содан бастап Шайхы Бұрқы сүттен жасалатын тағамдарды қадірлеуді кеңінен насихаттайтын болыпты. Шайхы Бұрқыдан біреу, «Неге кейбір адамдар ақ көңіл, мейірімді болады, ал енді біреулері көре алмас, күншіл келеді?» деп сұрады. «Өмірде адамдардың екі түрін байқадым. Оның бір тобы шыбындарға ұқсайды. Шыбынның іздегені нәжіс. Шыбынды гүлзар баққа жіберсең де, ол соның ішінен нәжіс тауып соған қонады. Сасық иістен ләззат алады.
оның мұрны жұпар иіс сезбейді. Адамдардың екінші тобы бал арасы сияқты. Бал арасы кез келген жерден гүл іздейді. Мысалы, мал қораның шетіне бір тал гүл қойып, араны жіберсеңіз, ол міндетті түрде гүлді табады. Ақ жүрек адамдар бал арасы секілді жақсылыққа құмар болады. Олар кез келген ортада Алланың хикметін көреді. Мал құмар, көңілі соқыр, надандар шыбынға ұқсап, өсек аяңға үйір болып, кісілердің ұсақ түйек кемшіліктерін жиып теріп жүреді. Олар жақсы әңгімеден ләззат ала алмайды, депті.